Армысыз көктем текшесінің тыңдармандары. Назарларыңызға үйге кіретін несібе әйелдің қолында деп аталатын хикая ұсынамыз. Баяғыда бір бағбаншы мен әйелі өмір сүрген екен. Олар бақшасында алма өсірумен айналысып, күзде сатып сол қаражатқа күн көрген. Бір күзде ер азаматы қатты ауырып, егін жиналмай қалады. Енді не істеу керек деп екеуінің әбден басы қатады. Екеуі ойласа келе барлық шіріген алманы арбаға тиеп, базарға апарып сатпақшы болады. Бағбан таң азанымен жолға шығады, ал әйелі оны сүйіспеншілікпен барлығы жақсы болады, уайымдама деп шығарып салады. Жолда келе жатып бір саудагерге жолығады. Бағбанның шірік алмаға толы арбасын көріп саудагер қайран қалып бұлай дейді: "Ей ақымақ, сенің шірік алмаңды ешкім сатып алмайды ғой." "Иә, білемін" дейді бағбаншы. "Амал қанша? Сату керек, әйтпесе әйеліміз екеуміз аштан өлеміз ғой" дейді. "Қайта бер үйіңе, сата алмайсың." "Әй, сен бүгін әйеліңнен жақсылап таяқ жейтін болдың ғой" деп саудагер қарқылдап күледі. Олай демеңіз. Мен ол үшін алаңдамаймын. Менің әйелім алтын. Ол мені жақсы көреді және кез келген күйде қабылдайды. Көктем текшесі. "Олай болуы мүмкін емес" дейді саудагер. "Мүмкін, менің әйелім алтын." Сөз саластырып тұрған саудагер ашуланып кетіп, "Бәстесейік" дейді. "Қазір үйіңе барамыз. Әйеліңе менің көзімше мына шіріген алмалардың өтпей қалғанын айтасың. Егер әйелің ұрыспаса, бір қапшық алтын берем. Бір қыстан шығасыңдар. Ал егер ұрысып жанжал шығарса, сен маған арбаң мен атыңды бересің" дейді саудагер. "Келістік пе?" "Келістік." Бағбаншы мен саудагер үйге оралады. "Әйелім алма сатылмай қалды, биылғы қыс бізге ауыр болатын болды" дейді бағбаншы. "Менің қымбаттым, олай демеңіз, не айтып отырсыз? Ең бастысы сіз үйге аман-есен оралдыңыз. Қасыңызда қонақ бар екен, қарындарыңыз ашқан болар. Қолдарыңызды жуып дастарханға жайғасыңыздар" дейді әйелі күлімсіреп. Жылы су мен қомыра ұстап жүгіріп келген әйелге таң қалған саудагер бұның бәрін жасанды қойылым деп ойлайды. Дастархан басында әңгімелесіп отырып, саудагер қайта-қайта шіріген алмалардың өтпей қалғанын қозғай береді. "Қыста енді қалай өмір сүресіңдер? Алмаларың өтпей қалды ғой." Ал бағбаншының әйелі болса, "Бәрі жақсы болады. Дәл қазір маңызды үйге келіп отырған қонақтың жағдайы. Ішіп жеп отырыңыз" дейді. Біразға дейін саудагер әйелдің бетін ашпақшы болады, бірақ бәстен жеңілгенін түсініп, қалтасындағы бір қапшық алтынды шығарып былай дейді: "Иә, бұл дүниеде көп нәрсені көргенем, бірақ мұндай алтын әйелді көрмедім. Міне ақшаң. Бақытты өмір сүріңдер. Мен жеңілдім" деп мойындайды. Иә, көктем текшесінің тыңдармандары. Осынау әңгімеде "Қызым, саған айтам, келінім, сен де тыңда" дегеннің сарыны сезіледі. Құрметті бикештер, ерке болсаңдар да пысық, ақылды болыңдар. Жеңге деген айтысып тартысу үшін емес, әпкеңді еркелеп, құрбыңдай сырласу үшін, ағаңның жүрегінен орын алып, сенің шаңырағыңа келін болып келген, сырласып сыйласқан отбасына тағдырдың беретін жақсылығы да мол деп есептейміз. Ал сіздер де өз кезектеріңізде біздің ырыс несібелерімізді толтырып, осынау әңгімені достық шеңберде бөлісіп, жарнаманы да баса отырыңыз. Көктем текшесі сіздермен бірге.